жайлады, көкіректі өзекті. Уақыт зырлап, бір жыл қалай тез өтті. Аңсағанда өзіңізді әкежан, жан жүректен сағыныштың сыз өтті. Адамның ғұмыры жаратқанның сыйлаған аманаты. Біреудің өмірі өз басының қамымен ғана өтсе, енді біреулердің ғұмыры тұтас бір әулеттің берекесіне, ұрпағының бақытына, айналасындағы жандардың ырысына айналады. Сондай жандардың бірі адал еңбекті өмірлік мұрат еткен, парасатты болмысымен, байыпты мінезімен, кәсіби біліктілігімен және азаматтық келбетімен көптің құрметіне бөленген әкеміз Әділбек Асаубайұлы еді. Осы деректі фильмді сағыныш пен сүйіспеншілікке, ризашылық пен құрметке толы жүрек лебізімізбен ұсынамыз. Әділбек Асаубайұлы 1941 жылдың 1 қарашасында Қазақ КСР-ның Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының Жарсу ауылында дүниеге келді. Бұл ел басына күн туған қиын кезең еді. Әкесі Асаубай Ұлы Отан соғысының қатысушысы болғанымен өмірден ерте озды. Анасы Қатира бір өзі 8 бірдей баланы жалғыз тәрбиелеп өсірді. Әділбек небәрі 9 жасында-ақ ерте сейіп, анасына сүйеніш, бауырларына қамқор болды. Сол ауыр жылдар еңбекқорлық, төзімділік пен жауапкершілік сияқты асыл қасиеттерді бойына дарытты. 1958 жылы Әуезов атындағы орта мектепті тәмамдап, 2 жыл совхозда еңбек етті. 1960 жылы Алматы қаласына келіп, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің экономика факультетіне оқуға түсті. Мектептен бастап нақты ғылымдарға, әсіресе математикаға ерекше қабілетті болады. Университетте де білімімен көзге түсіп, тіпті әскерден жаңа оралған жігіттің орнына қабылдау емтиханын тапсырып берген жайлы қызықты естелік сақталған. Енді Әділбек бала күнінде өте тұйық, ашық емес болатұғын, бір сөзді айтса, мықтап, орнына келтіріп айтатын, өте мектепте жақсы оқыды, математик болды, бұлар өзі ұрпағымен математик. Жақсы тұрдық сол кезде, қарнымыз тоқ, осы үйден келіп, тоқаш жеп, бидай болса да жеп, нан болса да жеп, бір үйдің баласы. Аны үйде де ойнап, бұл үйге де ойнап, біздің үйіміздің арасы 1-ақ метр болғанда төбеден секіріп ойнайтығымыз. Сонда біздің ата-анамыздың татулығын біз күні бүгін Әділбек өмірден өткенше жалғастырып келдік, әлі де жалғастыра береміз. Енді Әдекеңнің жатқан жері жайлы топырағы торқа болсын, жаны жаннатта болсын, міне жылы келіп қалған екен, осындай бала шағасына тілек айтамын. Студенттік жылдар өмірінің ең жарқын кезеңдерінің бірі болды. 60-шы жылдардың жаңару рухы, жастықтың арман мақсаты мен болашаққа деген сенімі өмірлік ұстанымының қалыптасуына әсер етті. Университетте Павлодар облысының тумасы, үлкен әрі тату әулеттен шыққан Мұхтарима Мағзи қызымен танысып, арадағы сыйластық кейін үлкен махаббатқа ұласты. Университет қабырғасында Әділбек пен Мұхтарима көптеген достар тапты. Жастық шақта қаланған сол достықтың іргесі берік болып, өмір бойы жарасымды сыйластыққа ұласып, бір-біріне сүйеу болған адал достарға айналды. 1965 жылы екеуі жоғары оқу орнын тәмамдап, 1967 жылы шаңырақ көтерді. Еңбек жолын Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында бастап, алғашында бухгалтерлік курстарда сабақ берді. Кейін 1967-1972 жылдары
совхоздың бас бухгалтері қызметін атқарды. Осы жылдары тұңғыш ұлы Алтай мен қызы Қорлан дүниеге келіп, жас отбасының бақыты еселенді. 1972 жыл Әділбек Асаубайұлының өміріндегі жаңа белес болды. Кәсіби біліктілігі мен ұйымдастырушылық қабілеті бағаланып, Алматы облысындағы Жаңашар оқу тәжірибе шаруашылығына бас бухгалтер қызметіне шақырылады. Осы өңірде кенже қыздары Лейла өмірге келді. Жаңа ортада отбасы адал достар тауып, сол достық уақыт өте келе туыстыққа ұласты. Бүгінде сол сыйластықты балалары мен немерелері жалғастырып келеді. 1981 жылы мол тәжірибесі мен жоғары кәсіби деңгейінің арқасында Қазақ КСР ауыл шаруашылығы министрлігіне шақырылып, бөлім бастығы, кейін басқарма бастығы, одан әрі бас бақылау ревизиялық басқарманың бастығы қызметтерін 1994 жылға дейін абыроймен атқарды. Қай қызметте жүрсе де әділдігімен, жауапкершілігімен және кәсібилігімен ерекшеленіп, әріптестерінің құрметіне ие болды. 1990-1992 жылдары отбасы үшін қуанышты кезең болды. Ұлы Алтайды үйлендіріп, көптен араласқан көрші, әрі әріптесі Алмас пен Ұлболсын құда болып, олардың кенже қызы Назымды келін етіп түсірді. Сонымен қатар қыздары Қорлан мен Лейланы ұзатып, Қанат пен Арыстанға немен бірге жаңа шаңырақ көтеру қуанышын бөлісті. Алайда 1992 жылы тұңғыш немересінің дүниеге келген қуаныштарымен қатар өмірлік жары Мұхтарима Мағзи қызы кенеттен дүниеден өтті. Бұл отбасы үшін орны толмас қайғы болды. Сол ауыр күндері балаларының, туған туыстарының, достары мен құдаларының қолдауы қайғысын бөлісіп, үлкен демеу болды. Енді заман айналайын, талай заманда өтті. Бір ғасыр өткен сияқты маған. Әлекеңді күні кеше ғана Әділбек бәріміз осында қайта кеп, қартадан баса алмай, Әлекең айтатын, ай жігіттер, монша жағып қойын, моншаға түсіп алыңдаршы деп. Тұқтышы еді Әділбек. Сол алдартына қаратпайтын ғой. Тек қартаға қызық үшін препарат ойнаймыз. Талай қызықтарды көрдік. Алмас, ол мен айтып қоятын, осы Әділбек құда ма жоқ, мен құдамын ба сенің мен деп. Қалдырмайтын ғой, екеумізді қайта шақырып, жігіттер бір Әділбек бір қойды бордақылап отырым. Соны кеп жеп кетіңдер дейді. Немесе соғымыз сөздерің басты ұстаңдар, соғымды алдымен соямыз деп дейді отыратын. Енді оның туған күні бар, біздің туған күн бар, Әділбектің туған күні бар. Бәрінде сол таң атпай жолығатынбыз. Сағат 6-тан 7-тен кеп дегендей. Алматыға олар 7 болмай келеді. Біз мұнда 7 болмай келетіміз. Ондағы ойынымыз сол қарта ғой баяғы. Қырып жатқан, отып жатқан ештеңеміз жоқ. Сонда тек тиіммен ойнаймыз. Бір-бірімізден сол 3-тен ба, 4-тен ба, сонда тұқандың соғын мәз болып жүретіміз. Бірақ бәріне де Құдайға тәуба, Әділбектің бағы, құдасы момын болып жолықты, әйелі момын болып жолықты. Жолдасы мен де момынмын. Ортасында қалай еркелесе де жарасады деді. Өтті өмір шырақтарым, аман болыңдар қалған ұрпағымына отырған. Сол. 5 жылдан кейін жақын достары Әділбек Асаубайұлын Алтын Айтбек қызымен таныстырды. Алтын ана балаларын да, немерелерін де туғанындай қабылдап, бірінші жұбайының туған туыстарымен, құдалары және абысындарымен арадағы сыйластықты жалғастырды. Ол отбасының барлық дәстүрін сақтап, немерелерінің тәрбиесіне ерекше көңіл бөлді. Тағдыр әкеміздің өмірінің әр кезеңде шаңырағының берекесін сақтаған аяулы жандарды жолықтырды. Алдымен Мұхтарима, кейін Алтын отағасының тұрмыстық жүгін жеңілдетіп, отбасының берекесін үйістіріп, балаларының бойына әкеге деген
терең құрметпен ізетті дартты. Әділбек Асаубайұлының шаңырағы әрдайым қонаққа толы болатын. Алматыға оқуға немесе шаруамен келген талапкерлер, студенттер, туған туыстар мен таныстардың бәрі осы үйден пана тауып, кең дастарханнан дәм тататын. Қонақжайлық пен кең пейілділік бұл әулеттің айнымас қасиетіне айналды. 1994 жылы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік агроөнеркәсіп комитетінің Руно Қаракөл қаржы экономикалық басқармасының бастығы болды. 1997 жылы Сеймар концернінің бақылау ревизиялық басқармасын басқарды. 1999 жылдан Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік музейінің бас бухгалтері қызметін атқарып, 2004 жылы ұзақ жылғы адал еңбегінің арқасында құрметті зейнеткерлікке шықты. Зейнет жасында немере шөберелерінің қызығын көріп, олардың өсіп өркендеуіне куә болды. 60, 70, 80 жас мерейтойларын атап өтті. Мектеп бітіргеніне 60 жыл толуына арналған кездесуге және университет түлектерінің бас қосуына қатысты. 2022 жылдың наурыз айында өрттен сүйікті келіні Назымның қаза болуы бүкіл әулетке ауыр соққы болды. Осы қайғыдан кейін денсаулығы сыр беріп, отбасының бар ауыртпалығы Алтын Айтбек қызының иығына түсті. Ол Әділбек Асаубайұлына, ұлына және немересіне ерекше қамқорлық жасап, отбасының тірегіне айналды. Арада 3 жыл өткен соң, ұлы Алтай Айгүлмен шаңырақ көтерді. Әділбек Асаубайұлы бұл қуанышты күннің куәсі болып, ақ батасын беріп, құдалық рәсіміне қатысты. Алайда, арада 3 ай өткенде, 2025 жылдың 28 шілдесінде мәңгілік сапарға аттанды. Артында 3 перзенті, 5 немересі және 3 шөбересі қалды. Біз 1976 жылы май айында Саймасай ауылына біздің отағасы главный зоотехник болып келді. Сол главный зоотехник болып осы жерге ауысқаннан кейін осы мекемеде Асаубаев Әділбек главный экономист болып жұмыс істейді екен. Бұл отбасы менен Мұхтарима бухгалтер болып істейді екен. Осы отбасы менен жақсы таныстық, көрші отырдық. Балаларымыз бір мектепке барып, бірге қатар оқып жатты. Біз өте жақсы сыйласты, достар болып кеттік. Bir шәугім шайымызды бірге ішетін. Одан өсе келе балаларымыз өсіп, үлкен оқуын бітіріп, Алтай менен Назым екеуі отбасын құрды. Отбасын құрып, бұл сыйластығымыз құдалыққа жалғасып кетті. Сол кезде мына Кәдірбек Сегізбаев, Қайша, Бақаш, Төлеген, Базархан, осы Әдекеңнің ең жақсы жан жолдастар екен. Бұл кісілер де осы араласып, мына құда болып кеттік бәріміз. Алдымен дос, жолдас болып, арты құдалыққа ауысып кетті. Соныменен осы әрине өмірдің өзі солай екен. Мұхтарима құдағиым өмірден ерте озды. Өте жақсы, ақ көңіл, жайдары, бауырмажал, өте жақсы жан еді. Содан енді бұл Алтайды мен Назымның дүниеге Дарқан деген азаматтың әкелді. Әрине сол немересін көріп, қырқынан шығарып, содан кейін аяқ астынан әйтеуір өмірден озды. Одан біраз жыл өткеннен кейін осы босағаға Алтын атты құдағи келді Мұхтариманың орнына. Алтын десе алтын, атына заты сай құдағи. Балаларға ана бола білді, немерелерге әже бола білді. Әдекеміз жақсы аяулы жар болды. Құда жекжатты ішке тартып, бір шәугім шайымызды бірге ішіп, өте жақсы сыйластық. Міне содан бері 40 жылға жуық уақыт өтіп жатыр. Міне уақыт деген зымырап тез өтеді екен. Әлі осы жолдастары менен құда жекжатпенен бір кісідей бір шәугім шайымызды
бір ауыз сөзге келмей бірге ішіп өмір келе жатыр. Әрине әдекем біраз ауырды, енді қиналды, бірақ балалардың алдында алтын сияқты жары, аяулы, бала шағасы өте жақсылап, арулап шығарып салды. Оған да арман жоқ. Енді не айтамыз, міне жылы да болып қалған екен, енді балаларын айтатыным, жатқан жері жарық болсын, әкелерінің де өздеріне сол әкелерінің жақсылығы балаларға жұғысты болсын. Алтын айналайын саған айтатыным, мына немере шөберелеріңді бағып, чөпшек сүй, Алла саған денсаулық берсін. Балаларыңның аяулы анасы болып, қара шаңғарақты ұстап отырсың. Сол шаңғараққа немере шөберелерің шапқылап, апа деп сені сыйлап келе берсін. Енді әдекем айтатынымыз, енді жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын. Алла алдынан қорқытпасын. Әділбек Асаубайұлы табиғатынан көп сөзге жоқ, бірақ әр сөзі салмақты, энциклопедиялық білімді, өте зерек жан еді. Тарихи кітаптар мен ұлы тұлғалардың естеліктерін сүйіп оқитын, ешқашан жағымпаздыққа бармайтын, сөзі нық, әзілі жарасымды, достыққа адал азамат болды. Сондықтан оны әріптестері де, достары да, туған туыстары да ерекше құрметтеді. Адамның ғұмыры жасаған игі ісімен өлшенеді. Әділбек Асаубайұлы артында адал еңбектің өнегесін, үлкен әулеттің бірлігін, перзенттеріне үлгі боларлық өмір жолын қалдырды. Оның жарқын бейнесі балаларының, немере шөберелерінің, туған туыстары мен достарының жүрегінде мәңгі сақталады. Алла тағала барша игі амалдарын қабыл етіп, мекенін Фирдаус жәннатынан етсін. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, жаныңыз жәннатта болсын, асылымыз.